Армысыз қазақ елі. Мына мен бүгін қазақтың адам қайтқан кезде, адам қайтыс болған кезде мал сойып шығындану, қаншама азық түлік алып, одан қалса жетісін, қырқын астында мал сойып шығынданудың бәрінің өтірік екенін дәлелдегім келіп отыр. Бірінші кезекте баяғыда, егер мына көп адамдар айтады, ой бұл салт біз ата-бабамыздан келе жатқан салт, сен біздің салтқа қарсы келдің дегендерге мен уәж айтқым келіп отыр. Бірінші кезекте біздің ата-бабамыз өз туғанынан айырылған, өз асыраушысынан айырылған, өзінің жақсы көретін адамынан айырылған отбасынан ешқашан тамақ ішпеген, отбасының үйінен. Жаңағы қайтыс болған кезде де, жетісінде де, асында да, малда ештеңке сойғызбаған. Асында да мал сойғызбаған, ас бергізбеген. Себебі ол отбасыға ауыртпашылық салмаған. Көбінесе осы адам қайтыс болғандағы ауыртпашылықтардың бәрін туған туысы, көрші қолаңдары көтеріп алған. Біреуі алыстан келген жаңа кісілерге, біреулері ас берсе, біреулері сол үйіне апарып қондырған. Енді қазір кезде өздеріңіз білесіздер, 20 жыл болып қайтыс болып кеткен, 30 жыл болып қайтыс кеткендерге ас бергізіп жатқанның бәрі өтірік. Сондықтан мына қазақ халқы оңтүстік, солтүстік, батыс, шығыс азаматтары осындай көлеңсіз әрекеттерді біз тоқтатуымыз керек. Тоқтату үшін осындай шығындар жасатпауымыз керек қайтыс болған адамның отбасына. Ал арсыздардың мынандай сөзі бар өздеріңіз. Жаңағы өлім байдың малын шашады дейді, кедейдің көтін ашады дейді. Міне қандай арсыздық, сонда қарап тұрсаңыздар, бұлар байды да, кедейді де жаңа малын жеп, арсыздар тамағын ішіп кету керек. Сондықтан қайтыс болып жатқан адамның үйінен 1 жылға дейін олардың отбасын қинап, олардың отбасына тамақ жасатқызып, тамақ ішуді қазақтар дәметуді доғарайық. Мен себебі өзіміздің басымыздан өтіп жатыр. Жақында інім қайтыс болды, сол кезде мен енді 40-ын өткіземіз, жылын өткіземіз деп, осыған мен қарсы тұрсам деген ниеттемін. Енді қараңыздар, айналайын қазақ елі, қазақ жұрты, мен сіздерге неге бұны айтып отырмын? Себебі қазір менің видеомды көріп отырған әзіргі шақ. Біз көбінесе аржы қаражатымыздың бәрін өткен шаққа салып жатырық та. Мысалы, өтіп кеткен адамға сен 100 жылқы сойсаң да, 1000 адамға ас берсең де ешқандай сауабы тимейді. Ол адам себебі өмірден өтіп кеткен. Ол адам тамақ ішпейді. Ол адамға тек қана тиетіні Құран. Сондықтан ана арсыздар, ана ас ұйымдастырып жүрген арсыздарға алданбаңдар. Бар күш қуаттарыңызды, ақшаларыңызды оданша балаларыңызға жұмсаңыздар. Балаларыңыздың өсіп өнуіне, балаларыңыздың жақсы білім алуына, балаларыңыздың өнер, кәсіп үйренуіне жұмсаңыздар. Мен сіздерге мысал ретінде ғана айтайын. Қайрат футбол командасындағы 16 жасар Қайрат командасындағы Дастан Сәтбаев деген бала. Мысалы, ата-анасы соған қаншама қаражат сапсы, қаншама көңіл бөліп, соны футболға апарып жүріп, үлкен нәтижеге жетіп отыр. Сондықтан біз бар күш қуатымыздың бәрін болашаққа салуымыз керек. Міне, сондықтан айналайын қазақ елі, қазақ жұрты, мына менің айтып отырған уәжіме біреу, ой осы уәжің өтірік дейтіндей жағдай болатын болса, менің TikTok парақшамда стримде осы уәжді талқылауға мен әрқашан дайынмын. Сондықтан айналайын қазақ елі, қазақ жұрты, біреу қайтыс болған кезде бардың, жаназасына қатыстың, о марқұмның үйіне беретін қаржыңды бердің. Енді тамақ күтпей кетіп қалайық. Болды. Ол жерде осы тоңырықта тұратын болсаң, үйіңе кетіп қал, тамақ үйіңнен де табылатын шығар. Онан кейін сен жаназаға қатыссаң, жетісіне, қырқына, асына бару міндетті емес. Міндетті емес, сен бардың ғой, әлеселесе барып, оның мазасын алма ол отбасын. Ал егер сен жаназаға қатыспай, қолың тимей кешігіп келсең, жетісін, қырқын күтпей сол марқұмның үйіне бар да, көңіліңді айт та, қаржыңды беріп кет, болды. Бізге мына жетісін, қырқын, асын жасау міндетті емес. Жетісін, қырқын, асын жасағымыз келсе, өз етене жақын бауырлары ғана сол жет-шелпеген пісіріп, Құран оқуымыз керек, болды. Осымен осы жаңағы тақырыпты жабуымыз керек. Айналайын қазақ елі, қазақ жұрты. Себебі біздің жаңағы Дастан Сәтбаев сияқты жақсы футболшы, жақсы инженерлер, жақсы кәсіпкерлер шықсын десек, қазақ осындай ерсі қылықты, орынсыз қайтыс болған отбасының үйінен тамақ ішкенімізді доғаруымыз керек. Осы видео мұнап жатса, басқа да WhatsApp группаларға таратып, үлес қоса отырыңыздар. Рахмет тыңдағандарыңызға. Сіздермен болған Нұрдынұлы Мұрат.
Ассалаумағалейкум қазақ елі. Енді мен мына қазақтың жерлеу, одан кейін мына ас беру рәсімін жау жазып берген ба деген тақырыпта қозғалып отырғым келіп отыр осы бүгінгі эфирімді. Енді қараңыздар, мысалы адам қайтыс болады, соны бізде өзі қазақта 3 күн бойы ұстайды, жаңағы азаптап, оны састып, сондағы бар уәждері айтатындары алыстан келетін туысқан бір уыс топырақ салу керек дейді. Сонда бір уыс топырақ үшін жаңағы мәйітті азаптаймыз. Құдай Құранда айтты емес пе, адам қайтыс болған күнді тездетіп жерлеуге асығыңдар деп. Сондықтан адам қайтыс болғанда сол күні жерлеуді қолға алуымыз керек. Ана ақымақ жаңағы бір туысын жаңағы қазір әлеуметтік ұялы телефон дамыған заманда аудиозвонокпен звондасын, бір туысы жаңағы сол ақымақ үшін топырақ саласасын, бір ақымақ үшін мысалы мәйітті азаптаймыз. Бұл бір. Екінші, мына жаңағы адам қайтыс болған үйде енді ас беруді, одан кейін қырқында жаңағы жылында ас беруді доғарайық. Оған не істеуіміз керек? Бірінші кезекте жаңа адам қайтыс болған үйде тек қана сол жерде қызмет етілген азаматтарға ғана ас берілсін, қалған адамдар үйіне қайтсын. Жетісінде, қырқында, одан кейін жаңағы асын бүткіл жаңағы туыстары жаңағы жиналып мешітке барысында сол жерде Құран оқытып, сол туыстарының ішінде жағдайы жақсы азамат, жаңағы кем-кетігі бар жаңағы отбасыларға жаңағы сол марқұм қайтыс болған адамның атынан жаңағы садақа берілсін, мысалы жаңағы мұқтаж отбасыларға. Міне болды. Осы менің айтайын деп отырғаным бүткіл жаңағы оңтүстік, солтүстік, батыс, шығысқа таратылсын. Менің айтайын деп отырғаным жаңағы қайтыс болған адамның үйін азаптап, жаңағы тамақ дәметкенді доғарайық. Міне осы. Содан кейінгі айтайын дегенім, мына кейбір адамдар айтады, өлі разы болмай тірі байымайды дейді. Бұның да бір жау айтқан сияқты, жау біздің санамызға енгізіп тастаған сияқты. Себебі сен енді жаңа қайтыс болған адамның жаңа соңғы тиынына дейін шашып, оның үйінен жаңа ас дәметіп, соның үйінен тамақ ішіп, соның үйін азаптасаң, сонда ол жаңа қайтыс болған адам өлі разы бола ма, жоқ, ренжи ма? Менің ойымша ренжиді. Себебі сен оның үйін, жаңа қайтыс болған адамның үйін ақшасы 5-10 теңгесі болса да қалтасында қалсын деп тұрған жоқсың ғой. Сен оның ақшасын шашып, қанап жатсың ғой. Сонда қалай ол өлі разы болады? Өлі менің ойымша разы болады. Сол жаңа қайтыс болған отбасының ең болмаса 5-10 теңгесі болсын да жаңағы экономдап, артық ақшаң болса соларға көмектессің, қаржылай. Болмаса жаңағы бір санаторийға болсын, жаңағы сол кісі қайтыс болғанның отбасының жаңағы азаматтарын, азаматшаларын сондай бір амалдар істесең, онда жаңа өлі разы болады. Әйтпесе өлі қалай разы болады, мен түсінбеймін. Сен олардың жаңағы ақшасының бәрін далаға шашып жатсың. Міне осындай ұсыныстар бар. Осы ұсынысымды барлық оңтүстікте, солтүстікте, батыста, шығыста талқылап, осыны мына осы қазақтың жерлеу рәсімін осылай реформаласақ. Себебі мына қазақтың осындай жерлеу рәсімі, мал сойып, шашылып, ақшаның бәрін шашып, жаңа қайтыс болған отбасын қанауды менің ойымша бір жау жазып берген сияқты. Әйтпесе жаны ашитын адам бұндай жаңағы жерлеу рәсімін жасамайтын еді. Сондықтан бұның бәрі біздің санамызға четтен ол заманда қалмақтар мекен басқа да бір жаудың бізге қазақтар осы өмір бақи жаңағы жылап сықтап өтсе екен, өмір бақи жаңағы жағдайы түзелмей кетсе екен, бірін-бірі қанап өтсе екен, бірін-бірінің осындай жағдайы түзелмей өтсе екен деп осындай енгізіп тастаған вирустық бағдарлама сияқты. Сондықтан барлық осы менің айтқан ой пікірлерімді өздеріңіздің орталарыңызда, тұқым тұяқтарың ортасында, отырыстарыңызда талқылап, осындай қазақтың жерлеу рәсімін қолға алсақ. Бұдан кейін жаңағы қайтыс болған үйдің жаңағы қайтыс болған күні жетісі, қырқы, асы күні ешқандай тағам берілмесе, тек қана мешітке жиналып, сол жаңағы қырқын, жетісін, асын атап өтуге, сол жерде Құран оқылып, соның өзі сол қайтыс болған азаматтың атынан, сол тұқымнан ішіндегі бай, қалталы азаматтар жаңағы садақа берсе, кедей-кепшікке. Осындай оймен мен сіздерге шығып отырмын. Сіздерге осы реформаны жасап, қазақтың жерлеу рәсіміне реформаны жасап отырған Нұрдынұлы Мұрат. Рахмет тыңдағандарыңызға.